Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын медовиктің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін алдымен біз медымызды темір ыдысқа салып, орташа отта жібітіп аламыз. Жібіген медтің үстіне сары майымызды салып ерітеміз. Сары майдың алғашқы температурасы маңызды емес, астындағы отты кішкене көтеріп, одан соң үстіне пищевая содамызды салып, осылай көпіртеміз. Көпіргеннен кейін плитамызды өшіріп, ары қарай алып қоямыз. Қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Одан соң басқа ыдысқа жұмыртқамызды салып, вилкамен немесе миксермен немесе венчикпен взбивать етесіздер. Оның үстіне дайындап қойған қантымызды саламыз. Қант пен жұмыртқаны араластырамыз әдемілеп. Маған осылай вилкамен араластырған ұнайды, өте ыңғайлы. Осылай араластырып болғаннан кейін медымыздың үстіне жұмыртқамыз бен қантымызды салып, осы қоспаны бірге араластырамыз әдемілеп. Одан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды бөліп үстіне салып араластырамыз. Алдымен вилкамен араластырамыз қоюланғанша, одан соң қолмен қамыр илейтін боламыз. Әр бөліп ұнды салған сайын ешқандай комок қалмайтындай ұнды тазалап араластырамыз. Одан соң жағы вилканың күші келмейтіндей немесе венчиктің күші келмейтіндей шамаға жеткенде осылай міне қоюланған кезде қалған ұнымызды үстіне салып, қолмен қамырымызды илейміз. Тестамыз өте жұмсақ, қолға жағымды болып шығады. Осы иленген қамырымызды полиэтилен пакетке немесе пищевая пленкаға салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Тестамыз холодильникте тұрғанда креміңізді дайындап үлгерсеңіз болады. Ұнға осылай аунатып аламыз да сопақтап шығамыз. Бұл бізге бөлуге өте ыңғайлы болады. Бірдей ғып 8 бөлікке қамырымызды бөлеміз. 8 бөлікке бөлгеннен кейін күш салмайсыздар үстіне пышақпен. Осылай домалақтап шығамыз 8 күлшемізді де. Ұнды көп себуден қорықпаңыздар, қамыр өзіне керегін ғана алып қалады. Осылай 8 бөлікке бөлінгеннен кейін әр қамырымызды формамызға сәйкес жайып шығамыз. Формаңыз тортыңыздың диаметріне сай және үлкендігін жағы диаметрден кішкене үлкендеу қылып жайыңыз, себебі жан жағындағы қалған қамырларымыз бізге тортта әсемдеуге қажет болады. Жайған кезде және барлық жағын бірдей қылып жаюға тырысыңыздар биіктігін. Сонда тортыңыз әдемі болып шығады. Осылай дайын қамырымызды пергамент төселген табанның үстіне салып, 180 градуста 6-7 минут пісіреміз. Осылай коричневый әдемі болып піскеннен кейін алып, сразу тортымыздың қоятын табамызбен кесіп аламыз. Мен осы тарелканың өлшемінде қыламын, сондықтан тарелкамен кесіп жатырмын. Сразу пештен ала салысымен кесіп қойыңыздар, әйтпесе суығаннан кейін қатты болып сынып қалады. Осылай 8 қамырымызды да пісіріп алып, бірін үстіне бірін қойып қоямыз. Және тастамайсыздар жан жағындағы қалған нені. Қамырды осылай үгітіп шығамыз. Кофемолкамен, блендермен үгітсеңіздер де болады. Маған қолмен үгіткен өте ыңғайлы және тез болады. Осылай үгітіп болғаннан кейін тортымызды жинаймыз. Осылайынан әр этажға кремді жағып шығамыз. Мендегі крем заварной крем. Заварной крем мен медовый торт өте дәмді болып шығады. Сондықтан мен всегда заварной креммен жасаймын. Өздеріңіз қалаған кремдеріңіз қойсаңыздар болады. Заварной кремнің рецептісін каналымнан табасыздар. Жоғарыға сілтемесін қалдырдым. Осылай 8 күлшенің арасын бәрін жағып болғаннан кейін кремді жан жағына жағып шығамыз торттың жиектеріне. Одан кейін жаңағы үгіткен тестімізді үстіне әдемілеп сеуіп шығамыз.
жан жағына да сеуіп шығасыздар. Барлығын сеуіп болғаннан кейін осындай әдемі жұмсақ торт дайын болады. Мұны сразу уже жей берсеңіздер де немесе 1 сағат қойып қойсаңыздар да болады. Пышақпен кескен кезде даже күш салудың қажеті жоқ қой, тез кесіледі. Каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.